Қонақжайлық деген кез келген адамның үйіне келген қонаққа көрсететін ілтипаты, ықыласы, ізгі қасиеті. Қазақ деген халық әуелде алаш болып құрылып, өзінен алашпыз деп атады. Алаш болғанда, алаша хан болғанда, алатай ат болғанда, таңбасыз тай болғанда, енсіз қой болғанда деген төрт ауыздана біздің алаш заманынан қалған өлең бар халықтың жадында. Алаштың еншісі бөлінбеген елді деп түсінеміз. Ал қазақ үйіне келген қонаққа көрсететін қонақ асысы, малы бәрі сол алаштың бөлінбеген еншісінен деп есептейді. Кез келген қазақ үйіне келген қонаққа сыйлап, құрмет көрсетіп, атқару керек сондай жақсы ізгі қасиеттерді. Қонақжайлық оның ар жағында адамгершілік, сыйластық, адамдардың бір-біріне бауырмалдығы, жомарттығы. Сондықтан қонақжайлықты қазақ халқының қандай халық екенін дәлелдейтін салт дәстүрлеріміздің бірі ретінде түсінуіңізге болады. Ең алдымен сыйластық. Келген қонақты үйіңіз төріңізге шығарып, барыңызды бересіз. Бұл алдымен сыйластық, екіншіден құрмет. Қонақжайлық туралы мақалдар көп қой. Қазақта қонақ келсе құт келер деген сөз бар. Асыңа тойғызбасаң да ақ ниетіңе тойғыз. Көңіл кең болса үйдің тарлығы білінбес. Қонағың